Ассалаумағалейкум. Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Талғат Алмат. Нигерияда екі жанкешті әйел жарылыс жасап, 60 адам қаза тапты, тағы 78 адам түрлі жарақат алған. Лаңкестік әрекет Борно штатының астанасына жақын орналасқан Диква қаласында болды. Қылмыскерлер халық шоғырланған лагерге кіріп өздерін жарып жібергендей жергілікті билік өкілдері. Теракт үшін жауапкершілікті Боко Харам өзі мойнына алған көрінеді. Естеріңізде болса, Нигерия әскері содырлармен күреске білек сыбанып, террористік ұйымның бақылауындағы аудандарды босатқан. Енді лаңкестер Диква сынды кішігірім қалаларға шабуылдарын қайта бастады дейді әскерилер. Тіпті 31 қаңтарда да өздерін жарып, 65 адамның ажалына себепкер болған. Ол кезде Майдугури штатының халқы зардап шеккен еді. Ал мұнай тағы да арзандады. Қазір бренттің құны $31 төмен болса, Американың жеңіл шикізаты тіпті $27 шамасында саудалануда. Бұл ақштың қор нарығындағы кешегі саудасын әсер етті. Уолл-стриттегі ахуалға федералды қор жүйесінің төрайымы Джанет Йелленнің экономикаға қауіп төніп тұрғаны туралы пікірі ықпал еткен. Нәтижесінде S&P 500 котировкалары қатарынан 4 күн төмендеуде. Жыл басынан бері индекс 9%-ға құнсызданды, ал мұнайға тікелей байланысты Настак болса 14% құнын жоғалтып отыр. Энергетикалық индекстердің барлығы кешегі сессия кезінде құлдыраған. Тіпті әйгілі Walt Disneyдің құнды қағаздары да шамамен 4%-ға арзандап отыр. Әдетте ол экономикалық жағдайға қарамастан биржада өсім көрсететін дейді сарапшылар. Тек денсаулық сақтау саласында ғана бағамдар көтерілген, сектор шамамен 1%-ға өсіп отыр. Рубль құнсызданған сайын Ресейге ағылған саяхатшылар саны артуда, тіпті ел туризмі табысқа кенелуде. Әсіресе аспан асты елінен келушілер көп. Тілшіміз Меруерт Айтқазықызы әңгімелейді. Ресейдің нышаны матрешкаларда әйгілі Кремльге кіру ақысы да екесеге арзандаған. Бұл долларға шаққандағы рубль бағамының түсуінен туындаған қазіргі жағдай. Жергілікті халық үшін шетелдік тауарлар қымбаттап жатса, көк қағазын арқалап келген турист үшін қолайлы уақыт. Бұл әлемнің ең қымбат қалалары саналып келген Мәскеуге келемдеушілер санының күрт өсуіне негіз болды. Ресей өте әдемі ел, бұл менің алғашқы сапарым, сәулеті ерекше екен. Осында тағы да ораламын деп ойлаймын. Мен демалысымды осында өткізгеніме еш өкінбеймін. Өмірімде алғаш рет қарды да көрдім. Шектеусіз әлем туристік қауымдастығы директорының мәлімдеуінше, соңғы уақытта елге келген қытайлық туристер саны екесеге артқан. Өз бетімен саяхаттаушылар саны 63%-ға артса, мамандардың көмегіне жүгініп, жасақталған, топтасқан туристерде екесеге көбейген. Ұйымның мәлімдеуінше, былтыр Ресейге саяхат мақсатымен келген Қытай азаматтар саны $500 миллионға тең болыпты. Олар елге жалпы есеппен $1 миллиард көлемінде табыс әкелген. Бұған екі ел арасында визасыз саяхат тәртібін енгізуде ықпал етті. Жаңа ережеге сәйкес уақыт 2 аптадан аспауы тиіс, бірақ жақын арада 3-7-ге дейін ұзартылмақ. Ал әзірге туристердің қамы үшін ірі сауда орталықтарында жарнамалар қытайшаға аударылып, мейрамханалар Қытай ас мәзірін дайындауға ден қойған. Меруерт Айтқазықызы, хабар. Қырғызстан жарты жылдан бері Еуразиялық экономикалық одаққа мүше. Жергілікті мамандар осы аралықтағы жетістіктерді саралауда. Тілші материалы. Ақжол қазақ-қырғыз шекарасындағы ең ірі өткел. Екі ел арасында қатынайтын адамдардың көбі тап осы бекет арқылы өтеді. Еуразиялық экономикалық одаққа қосылғанға дейін бұл жерде ұзын сонар кезек қалыптасып, көліктер қаптап тұратын. Шекарашылар мен кеден қызметі тыңбай, еңбек етсе де жолаушылардың осындай легін өткізу үлкен қиындық тудыратын. Соңғы жарты жылда мұндағы жағдай мүлдем өзгерді. Бұрын тіпті қиын болатын, жұрт қаптап тұратын, ал қазір қиналмай әрі бері өтесің. Кезекті қысқарту үшін бекет жолаушылар мен жүк тасымалын өткізуді бөліп тастады. Енді жүк көліктері Ақтілек бекетінен өтетін болды. Кедендік рәсімдеу алынып тасталғандықтан көліктер мұнда көп кідірмейді. Құжаттарын көрсетіп арнайы бақылаудан өтеді. Есірткі тауға үйретілген ит көліктерді тексергеннен кейін жолдары ашық. Шекараны өту тәртібі жеңілдетілгеннен кейін жолаушылар саны күніне бірнеше мың адамға дейін артқан. Увеличением пассажиропотока и жолаушылар мен автокөліктер саны артқандықтан қызметкерлеріміз бен техникалық құрал жабдықтарымызды да көбейттік. Бұрын бізге қатысты болмаған тағы да 2 қызмет атқаратын болдық. Бұл радиациялық бақылау мен салық органдарын хабарландыру. Ал бұл Манас халықаралық әуежайының карго терминалы. Елдің басты әуе қақпасы арқылы күніне 100 тонна жүк өткізіледі. Қырғызстан Еуразиялық экономикалық одаққа кіргелі, мұнда да кеденшілердің жұмысы едәуір жеңілдеді.
Упростился таможенный контроль, вообще отменен. Егер тауарлар одаққа мүше елдерден келсе, ол кеден бақылауынан өтпейді. Инспекторларымыз тек саны мен мөлшерін тексереді. Жүк құжаттарымен сәйкес келсе 20 минут уақыты кетеді. Осыдан кейін иесі тауарын алып терминалдан алып шығады. Жақын арада Қырғызстан тағы да бір жеңілдікке ие болады. Елдегі куәлік беру зертханалары қажетінің бәрімен жабдықталғаннан соң ветеринарлық бақылауды алынып тасталмақ. Ернат Қашқынов, Бекболат Тұрмахан, Бақыт Чермашев, Бішкек, Қырғызстан. Чехия кәсіпкерлері Ақтөбеде бірлескен кәсіпорындар ашпақ. Қазір екі нақты жоба қаралуда. Біреуі мал азық дайындайтын зауыт, екіншісі құрылыс материалдарын шығаратын шағын кәсіпорын. Ақтөбенің транзиттік әлеуеті бизнес үшін ұтымды болып тұр дейді өңірге іс-сапармен келген Чехияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Элишка Жигова. Аймақта шетелдік инвесторларға жұмыс жасау үшін бар мүмкіндік жасалған. Қала шетінен 200 гектар жер бөлініп, индустриалды аймақта салынды. Инвесторларға жер телімі бөлініп, инфрақұрылымы тегін тартылып беріледі. Әрі шетелдіктерге елімізде негізгі салықтың 4 түрінен айтарлықтай жеңілдікте қарастырылған. Облыс әкімі оларды медициналық кластер құруға, атсалысуға және туризм саласын дамытуға шақырды. Ал чехиялық кәсіпкерлері су тазарту, күн энергиясын тиімді пайдалану, жасыл технология саласындағы озық технологиялармен таныстырды. В области здравоохранения, поэтому здесь тоже бы хотелось бы. Денсаулық сақтау саласында Ақтөбе өңірінде медициналық кластер құрмақпыз. Оған барлық мүмкіндік бар. Медициналық мекемелердің әлеуеті жоғары, әрі кадрлар да жеткілікті. Сондықтан осы салада бірлесіп іс бастайық деп ұсыныс білдіріп отырмыз. Открыть дверь, как мы говорим. Біздің мақсатымыз өңірлерді аралап, еліміздің кәсіпкерлеріне қолдау жасау. Осы сапарымызда іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтатынымызға сенімдіміз. Нақты жобаларды ұсына келіп отырмыз. Алдағы уақытта Павлодар қаласы мен Ресейдің Новосібір облысы арасында жаңа әуе рейсі ашылады. Қазір Ертіс өңірінен Шымкент шаһар бағытындағы ішкі рейс бойынша аптасына 2 мәрте жолаушылар тасымалдануда. Болашақта еліміздің батыс өңіріне де әуе кемелері ұшады деген жоспар бар. Павлодар-Шымкент бағытындағы ішкі рейстің құны 16 000 теңге болса, Новосібірге 18 000 теңгеге билет алуға болады. Основные надежды и расширения. Ел ішіндегі әуе бағыты желісін кеңейту жоспарлануда. Жолаушылардың сұранысын өтеу үшін қызмет көрсету сапасы мен рейстердің сан артады. Павлодар мен Новосібір облыстары басшылары жүргізген келіссөздерден кейін осы көктемде Сібір өңіріне жаңа рейс ашылады. Бұл әуе рейсін ресейлік компания жүзеге асырады. Келешекте еліміздің батысы мен шығысына, сосын Қытайдың Үрімжі қаласына әуе байланысы орнайтын болады. Талдықорғандық 300 отбасы жаңа пәтердің кілтін алып, үлкен қуанышқа кенелді. Қаланың шығыс ықшамауданында бой көтерген коммуналдық 60 пәтерге тек медицина саласының қызметкерлері қоныстанды. Олардың арасында баспана кезегін көптен бері күтіп жүрген медбикелер мен жоғары оқу орнын бітірген жас мамандар бар. Әрқайсысы 60 және 40 пәтерден тұратын тағы 5 үй қаланың оңтүстік батыс аймағында пайдалануға берілді. Бұлардың біреуі коммуналдық болса, қалғаны тұрғын үй жинақ банкі арқылы берілген несиелік пәтерлер. Республика тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында баспаналы болғандар бұл қуанышты елбасының сындарлы саясаты мен береке бірліктің жемісі екенін айтады. Біз өте қуаныштымыз. Осы роддомда екеуміз бірге таныстық. Осы жерде отбасын құрдық. Осы жерде бірге пәтер алып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Бәріне рахмет айтамыз. Қуанышымыз шексіз. Осы үйде енді ары қарай жалғастырамыз деп ойлаймыз. Жұмыс жасаймыз, ары қарай еңбек етеміз. Ал Оралда жастарды кәсіпкерліктің қыр-сырына үйрету үшін даму қоры мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері бас қосты. Онда дағдарыстың алдын алу саясаты мен мемлекеттік қолдау шаралары түсіндірілді. Бүгінде шағын және орта бизнеске жастарды көптеп тарту үшін мемлекет түрлі бағдарламалар қабылдауда. Олардың ең бастылары банк несиелерінің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау, кепілдеме және мемлекеттік гранттар беру. Мен даму қоры арқылы жаңағы оқуына белсенді қатысып, өзім жобамды құрып, солардың көмегі арқылы ары қарай өзім жобамның банк қарастыру мәселесінде осы өзім өңіріме өзімнің ісімді кәсіпкер ретінде ары қарай көмегім тигізеді деп ойлаймын. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.